Осы видеоның сілтемесін барлық таныстарыңа жіберіп қой. Видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп қоюды да ұмытпа. Кейде әлеуметтік желідегі парақшама Алла туралы, қасиетті Құран жайлы, Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалям туралы немесе ақырет туралы ой салатын бір жазбаны не видеоны бөлісемін. Сол сәтте кейбір адамдардың астына түрлі мазаққа толы пікірлер жазып кететіні бар. Бұл ертегі, бұл ойдан шығарылған дүние. Бұл адамдарды басқару үшін ойлап табылған нәрсе деп тек жазбаның өзіне емес, жаратушыға да, Құранға да, пайғамбарымызға да тіл тигізіп жатады. Кейбірі тіпті жеке басыңа тиісіп кемсітуге дейін барады. Осындайда бір сұрақ өзінен өзі туындайды. Егер бұл расымен ертегі болса, онда жер бетінде қай ертегі 1000 жылға жуық уақыт бойы өзгермей сақталды? Қай аңыз миллиардтаған адамды бір бағытқа қаратып, бір мақсатқа жұмылдыра алды? Қай қиял жүздеген тарихи дерекпен, археологиялық айғақтармен, жазба құжаттармен дәлелденді? Кәдімгі ертегінің ғұмыры ұзаққа бармайды. Бір ұрпақ өтеді, келесі ұрпақ оны ұмытады. Ал Құран болса түскен күнінен бастап, бүгінге дейін бір әріпі де өзгермей сақталып келеді. Бұл жай ғана кітап емес, бұл тарихта баламасы жоқ құбылыс. Егер сен мұсылман болсаң, комментарийге кіріп, мұсылман болғаным үшін Аллаға шүкір деп жаза кет. Видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп қоюды да ұмытпа. Әлемде мыңдаған кітап бар, бірақ олардың ішінде ғасырлар бойы бірде-бір әріпі өзгермей сақталғаны жоқ. Ал Құран ауызша да, жазбаша да қатар сақталған жалғыз кітап. Халқымызда өтіріктің өрісі қысқа деген сөз бар. Уақыт өте келе жалған нәрсе ашылады, ал шындық қана ғасырлардан өтеді. Егер Құран мен пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалям жолы ойдан шығарылған дүние болса, ол әлдеқашан бірнеше ғасыр бұрын жойылып кетер еді. Бірақ керісінше болып жатыр. Жылдан жылға исламға бет бұрған адамдар көбейіп келеді. Мешіттер салынып жатыр, Құран оқылып жатыр, адамдардың санасы өзгеріп жатыр. Бүгінде әлемнің түкпір-түкпірінде исламды жаңа қабылдап жатқан адамдар аз емес. Кеше ғана дінді мазақ еткен кейбір жандар бүгін намазға жығылып жүр. Бұл кездейсоқ құбылыс емес, бұл жүрекке әсер ететін ақиқаттың белгісі. Аллаға да, Құранға да, пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалям өміріне де қатысты мыңдаған тарихи айғақ бар. Қасиетті Қағба көз алдыңда тұрған нақты құрылыс. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям мәңгілік мекені Мәдинада. Оның салдырған мешіттері бар. Оның жанында жүрген сахабалардың қабірлері бар. Бұлардың барлығы ертегі емес, тірі тарих. Бұл жерлерге тек мұсылмандар емес, тарихшылар да, зерттеушілер де, туристер де барып өз көздерімен көріп қайтады. Күн сайын Меккеге де, Мәдинаға да миллиондаған адам барып жатыр. Біреуі Африкадан келеді, біреуі Азиядан келеді, біреуі Еуропадан келеді. Түрлі тілде сөйлейді, түрлі ұлттан, түрлі мәдениеттен, бірақ бәрін біріктірген бір ғана нәрсе Құран және пайғамбарға деген сенім. Тілі бөлек, түсі бөлек, дәстүрі бөлек адамдардың бір кітапқа, бір құбылаға, бір пайғамбарға сенуі адамзат тарихында бұрын-соңды болмаған құбылыс. Сену әр адамның жеке таңдауы, бірақ сенбеу үшін де білім керек. Ал білмей тұрып жоққа шығару надандықтың белгісі. Адам бір нәрсені жоққа шығармас бұрын оны зерттеп көруі керек, тарихын оқуы керек, мәнін түсінуге тырысуы керек. Ал үстірт қарап, ертегі деп айту жеңіл жол. Пайғамбарға саллаллаху алейхи уассалям тіл тигізбес бұрын адам өз өміріне бір қарап алу керек шығар. Сен өз сөзіңмен бір адамды өмір бойы соңынан ерте аласың ба? Сен өз балаңа дұрыс тәрбие бере алдың ба? Сен өз отбасыңа бағыт-бағдар көрсете алдың ба? Сен айналаңдағы адамдарға үлгі бола алдың ба? Ал Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалям бір ғана сөзімен миллиондаған емес, миллиардтаған адамды соңынан ертті. Бұл жай харизма емес, бұл ақиқаттың күші. Ол байлық қалдырған жоқ, сарай салдырған жоқ, бірақ адамзатқа ең үлкен мұра иман мен тәртіп қалдырды. Қазір бүкіл жер шарында таң намазы тоқтамай оқылып жатыр. Бір жерде күн шығып жатқанда, бір жерде күн батып жатыр. Уақыт белдеулері ауысқан сайын адамдар бірінен кейін бірі сәждеге жығылып жатыр. Бір бағытқа, құбылаға қарап, бір мәтінді, Құран аяттарын оқып. Бұл процесс тәулік бойы тоқтамайды, бір сәтте үзілмейді. Бұл адамзат тарихындағы ең үздіксіз құлшылық. Осындай құбылысты қандай ертегі тудырады? Ешбір ертегі мұндай әсерге жете алған жоқ. Ешбір қиял адамды осынша тәртіпке, тазалыққа, жауапкершілікке шақыра алған жоқ. Тарихта бүкіл адамзаттың 1/3 бір жолға түсірген бір ғана ілім бар. Ол Құран және пайғамбар саллаллаху алейхи уассалямның жолы. Бұл жол адамды тек құлшылыққа емес, адалдыққа, әділдікке, сабырға, мейірімге үйретеді. Алла мен фанатизмді шатастыруға болмайды. Алла жүректегі нұр,
Алла санадағы жарық, Алла адамды ізгілікке шақыратын шексіз ілім. Ал фанатизм үстірт түсініктен, таяз ойдан, білімсіздіктен туған қатыгездік. Дінді терең түсінген адам ешқашан қатыгез болмайды. Керісінше ол жұмсақ болады, сабырлы болады, әділ болады. Исламда дінде зорлық жоқ деген қағида бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ешкімді күштеп дінге кіргізген жоқ. Ол тек өзіне соғыс ашқандармен ғана соғысты. Ал қарапайым адамдарға әділдікпен, сабырмен, мейіріммен қарады. Оның өмірі күшпен емес, көркем мінезбен жеңудің үлгісі. Қазақ халқының өз даналары да Алланы мойындаған. Абайдың Алланың өзі де рас, сөзі де рас деген сөзі бекер айтылған жоқ. Шәкәрім де, Мәшһүр Жүсіп те, басқа да ойшылдар дінді ақылмен түсінуге шақырған. Қазақтың тарихында жаратушыны жоққа шығарған ұлы ойшыл болған емес, тіпті дінді терең ұстанбаса да жаратушыны жоққа шығармаған. Бұл біздің рухани тамырымыздың терең екенін көрсетеді. Менің бар тілегім адамдардың жүрегіне бір сәуле түссе екен. Өйткені Алла бермегенде ешкім бере алмайды. Алла оятпаған сананы ешбір адам оята алмайды. Адамға ең бірінші өзгеріс сырттан емес, іштен келеді. Егер санаң оянсын десең, ең алдымен ақиқатқа ашық бол, жүрегіңді тазарт, ойыңды ретте, жаныңды да, тәніңді де күте біл. Көбірек оқы, көбірек ізден, көбірек ойлан. Мүмкін сонда ғана сен кім екеніңді, қайдан келгеніңді, не үшін өмір сүріп жүргеніңді, қайда бара жатқаныңды аздап болса да түсіне бастайсың. Бұл біреуге дәлелдеу үшін емес, бұл біреумен ұрсысу үшін емес, бұл жүрекке ой салу үшін айтылған сөз. Ақиқатты мазақ ету оны жоқ қылмайды. Ақиқатқа күлген адам тек өз жүрегін қараңғылатады. Ал ақиқат болса мазақтан да, уақыттан да қорықпайды. Осы видеоның сілтемесін барлық таныстарыңа жіберіп қой. Егер сен мұсылман болсаң, комментарийге кіріп, мұсылман болғаным үшін Аллаға шүкір деп жаза кет. Видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп қоюды да ұмытпа.